3 миллион орыс қазақ даласын қарусыз басып алды. Қанды қаңтарда орыстың әскерін шақырған Назарбаев Тоқаев режимі қазаққа қарсы оқ атқызғанда солар. Енді солар қазақ жерін ұстап тұру үшін орыстың әскерін өздері шақырып отырып кіргізді. Қазіргі Қазақстанда енді үлкен әңгіме басталуда. Оралдың әуежайын Ресейдің олигархы сатып алды. Орал Екінші дүниежүзілік соғыстың өзінде Сталиннің жаны тұмсығының ұшына келгенде әскери техникаларын батысқа қарай ысырғанда Оралға да біраз зауыттар келген болатын. Қазақ даласына Совет одағының ауыр өнеркәсібінің келетін бір тұсы да сол кез. Әрине, ол тұтас советтік өнеркәсіп қана емес, соғыс басталудан көп бұрын Германия мен Советтің құпия келісім бойынша Германияда әскери техника өндіруге халықаралық санкция салынғандықтан оны Совет одағы құпия өндіріп беріп отырды. Бұл бір. Екіншісі, Еуропадағы соғыс майданында герман фашистерін жеңу үшін Америка Совет одағына қарумен және қаржымен көмек берді. Американың Совет одағына берген қарулы көмегінің өзі есепсіз қисапсыз болды. Біз оны алдыңғы жолғы лекцияларымызда аударып, қанша мың танк, қанша мың ұшақ, қанша миллион тонна мақта, қанша миллион жұп етік берілгеніне дейін бәрін жариялағанбыз. Сөйтіп, Американың техника және технология қаржысымен құрылған зауыттарда сол заманда Орал жақты жағалап, сағалап кеткен еді. Енді осы Оралдың әуежайын орыс олигархы алыпты. Яғни, бұл жайдан жай нәрсе емес. Енді Орал арқылы Иранның, Орал арқылы Қазақтың әскери ұшақтары, чиптары, техникалары Қытайға тасымалдануы. Қытайға деймін, Ресейге тасымалдануы. Немесе Қытайдан келетін чиптер, тағы басқа батыс санкция салған құпия заттар Ресей ілкіне өткен Орал арқылы Ресейге өтуі мүмкін. Ал оның дертін Қазақ тартуы бек мүмкін. Қазақ осы соғыста Ресейді жақтаған үшін санкцияға ілініп, сансырауы бек мүмкін.